Сәлем балақай, менің каналыма қош келдің. Бүгін мен әтештер мен тауықтар туралы айтып беремін. Видеоның соңына дейін қарап, каналға жазылуды ұмытпа. Әтеш мойын созбаса, дауыс шығарып шақыра алмайды. Ал адам әтешті шақырған 2 шақырым қашықтықтан естиді. Жұмыртқа түсінің ақ немесе қоңырлығы оны тапқан тауықтың түсіне байланысты екен. Ақ тауық негізінен ақ жұмыртқа тапса, түрлі түсті тауықтың жұмыртқасы қоңыр болып келеді. Алайда бұл жұмыртқалардың құрамы мен дәміне ешқандай өзгешелік бермейді. Үй құстарының саны жер бетіндегі адамдардың санынан асып кетеді. Бұлайша айтқанда, әрбір адамға 3 құстан келеді екен. Тауықта да сезім бар дегенге сену қиын. Бірақ британиялық орнитолог Джо Эдгар үй құстарының көңіл-күйінің өзгерістер болатынын анықтаған. Сондай-ақ кез келген тауық топтан бөлініп, жалғыз қалған жағдайда көңіл-күйі түсіп кететіндігін бұрыннан белгілі. Тауықтың миындай ми жоқ деген бекер сөз екен. Шын мәнінде тауықтар мен әтештердің түйсігі өздеріне қажетті деңгейде жұмыс жасайды. Олардың миы 100-ден астам түрдің басқа тауықтардың адамдардың ерекшелік сипаттарын есте сақтай алады. Сондықтан тауықтар өзіне жақсылық яки жамандық қылған адамды ұмытпайды. Бұған қоса бұл құстар арифметикалық есеппен геометриялық фигураларды да ажырата алатын қабілетке ие. Жабайы тауықты адамдар алғаш рет қолға біздің дәуірге дейінгі 3-2 мыңжылдықта Үндістан жерінде үйреткен. Тауықты гипнозда оңай. Кейбір жан-жануарлар сияқты олар да өз өміріне қауіп төнгенде өліп қалғандай кейіп таныта алады. Майкл деген әтеш бассыз 1,5 жыл өмір сүрген, біреу білсе, біреу білмейді. 1945 жылы американдық фермер Майкл басын шауып тастаған. Бірақ әтештің миының жартысы мен бір құлағы қалады. Мұны көрген иесі әлгі құсқа жаны ашып қайтадан асырауға ниеттенген. Дән мен сүтті фермер арнайы құрылғы арқылы беріп отырған. Сөйтіп басы жоқ әтеш 1,5 жыл өмір сүріпті. Қораз әтеш құстың жұмыс қуаты жетілген еркегі. Қораз мекиеннен ірі, кеудесі кең, бұлшық еті жақсы жетілген. Сүйегі мықты болады. Қораздыққа еркек балапандар алғашқы рет 5-6 апталығында, екінші рет 20-24 апталығында іріктеліп, жақсы жетілген табында қалдырылады. Қораз 3 жыл үйірге қосылады. Бір қоразға өнімдік бағытына қарай 10-15 мекен бекітіледі.